Енді қазір Ақеркен тарапына сәл иіліп еді, алдықтан қасықтап жинаған абыройын шелектеп төгіп тастады. Олдан бірден керек емес сияқты. Бәріміз білеміз Нұржан қандай ашық жарқын нағыз азамат екен. Бірақ бірден сен бір сәл болса өкшесін деп айтып керек емес сияқты. Сыйластықты білдір. Жоқ, негізінде мына нәрсемен келіспей отырмын да, мен айтып. Нұрай сөзін аяқтай қойсын, Расул. Енді мен жаңа Айданың әңгімесінде қалып кеттім да. Енді сіз менің ерніме емес, өзің жігітіңізге көңіл бөліп алсаңыз да, бірінші негізі менің ернім қатты қызық болып бара жатыр ма дегендей ой ғой. Менің негізі ойым, Балауса ханым. Жоқ, Нұрай, соған қатысты. Сіз жаңа айтпадым деп басымды шайқадыңыз, негізі болған әңгіме. Ондай білмеймін, қайдан аласыздар? Жоқ, Балауса ханым. Сол видеоны шығарайықшы. Жоқ, былай мен білемін. Не айттым мен? Анда біреу жазды, сіз ерін жасатыңызшы деп. Мен айттым, мен жасатпаймын деп. Ол кісі де айтты, жасатпаймын. Сосын мен айттым, Нұрай сияқты сөйлемей отырайын, сосын сөйлей алмай отырайын деп. Былай қарасан Айтқан екенсіз ғой енді. Жоқ, енді Аида айтқандай былай емес, прям андай. Олай айтқан жоқ, Нұржан қасында отырды ғой. Егер де артық кетсем, ол маған айтушы еді. Егер де сіз Нұрай сияқты сөйлей алмай Жоқ, шынымен де сөйлей алмайды ғой. Қай жерде сөйлей алмаймын? Қазір сөйлемей отырмын ба сонда? Некоторые буквы до конца выговаривать етпейсіз ғой, потому что сізге анау мешает. Сіз мені үйтіп, менің сыртымнан ашудар етпей қойыңыз. Бетіме келіп айта алмайтын болсаңыз, сыртта әңгіме айтып, қажет емес секілді негізі ой. Мен сізбен қазір ұрысқым келіп отқан жоқ. Өзіңіздің ойыңыз өзіңізде қала берсін. Менің ердім, менің ердім. Енді мен өзім пікірімді айта кетсем, менің ойымша жағыда барлық айтып жатыр ғой, енді подкаблук болып жатыр немесе. Менің ойымша мынандай нәрсе секілді да, бір-біріне тек қана ерегіс нәрселер ғана секілді. Балауса ханым, енді жігіт осы күнге дейін істеп келді, барлық нәрсе комплименттерін өзінің косяктарын жасап келді, ал Ақерке соған ерексіп жасап тұрды. Енді мен де ондай нәрсе істей аламын деген сияқты. Менің ойымша ол нәрсе дұрыс емес секілді. Ең бірінші енді махаббатқа, жұптыққа баратқан жұпсыздар ғой енді. Менің ойымша бірінші ол жерде ерегіс, анау-мынау оны керек емес секілді. Мен негізі ана нелерде де айтып кеткен болатын, эфирларда да, типа алмайды, үйленбейді деген сияқты. Енді білмеймін, осындай жалғаса беретін болса, точно да үйленіп алмайтын да секілді бұл екеуі. Айгүл, мен айтайын. былай ғой, жауап бересіз ба? Жауап бере қойыңыз. Нұрай, былай айтайыншы, шынымен де ерінге қатысты, мүмкін мен артық кеткен шығармын, бірақ та сіз айтқан оның алдында әңгімеңізден қарағанда, менің айтқан ернім туралы ол мелочь болып қалады. Сондықтан да, какой привет, такой ответ. Если сіз маған сондай сөз айтатын болсаңыз, вы будете готовы, что мен тоже сізге бір нәрсе айтам. Мен сіздің бойыңыз, жігітіңіз, жүріс-тұрысыңыз туралы ештеңе айтпаймын ғой. Конечно, сіз айта алмайсыз. Айтамын, если керек болса, айтамын. Жоқ, сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Нұрай, сіз онда бізге ешкім емессіз, комментарий айтпаңыз онда. Микрофонды онда алмаңыз. Сіз де маған ешкім емес. Сөйлейік бір-бірімізді немесе сөйлемей ақ қойып. Сіз де маған ешкім емес, сіз де жай келіп жүрген жерде, жай ғана үміткер. Біз шыққанда микрофон алмаңыз. Екеуің де бір-біріңе ешкім емессіңдер, бүйтіп қатты айқайласпай қойыңыздаршы, болды. Басқа әңгіме айтайық. Онда сөйлемесінші, біз шыққанда сөйлемесін. Иә, болды. Вообще біз шыққанда сөйлемесін. Мен сөйлемеу үшін, сіз менің атымды қозғап, әр жерде әртүрлі мен туралы әңгімелер сіз неге онда ана жолы маған алмайды деп? Онда сіз кімсіз? Онда алмайды деп айтатындай. Сіз Нұржанның әпкесісіз ба? Әлде анасысыз ба? Кімсіз? Мен осы жерде отырған қатысушымын. Мен оны осы жерде жоғаның ішінде барлығының көзінше. Ақерке, жақсы, рахмет, керек емес. Бірақ Ақерке, менің айтатыным, бұл кісілердің қай-қайсының да... Ақерке, естіп тұрсыз ба мені? Ақерке? Естіп жатсыз ба? Қатысушылардың қай-қайсысы да сіздердің қарым-қатынастарыңызға комментарий айта алады. Бірақ әркімнің жеке басына қарай біреудің ерні, біреудің көзі немесе әріпті қате айтатын туралы ол жекеге өту болып саналады. Неге ол ана жолы жекеге өткенде мысалға, мен осылай ойлаймын, адам шынымен де мен үндемей де қала аламын, сабырлық таныта аламын, бірақ та адам бір емес, екі рет осылай айтып жатса, онда өзі дайын болу керек та, что ондай мысалға мен де айта аламын, менде де ауыз бар деген сияқты. Келсек, екеуіңіз бір-бірлеріңізге не керек, соны айтыңыздар. Балауса ханым, мен Ақеркеге ол жерде ешқандай Ақеркеге қайланыстырып, мен ешқандай нәрсе оның сырт келбетіне, түріне, басқа нәрселеріне ештеңе айтқан жоқпын. Мен ол пікірді Нұржанға айттым. Нұржан алмайды деген секілді Нұржанға айттым. Мен ол жерде Ақерке туралы бір нәрсе айтсам, сіз мына жерде фактпен қойып берсеңіз деген нәрсе.
қалай ақеркеге қатысты емес, алмайды деген маған қатысты әңгіме болды ғой. Сіз тура айттыңыз ғой, бәрі естіді ғой. Мына мінезіңізбен сіздің Нұржанның ата-анасы сізді алмайды деп сіз солай айттыңыз ғой. Бірақ Ақерке қараңызшы. Ақерке, бұл енді сіздердің қарым-қатынастарыңызға қатысты. Уақыт тауып, екеуміз отырып сөйлестік. Сол кезде қолын жайып маған батасын берді. Нұржан, Осыдан бастамайсыздар ма әңгімені? сонда айтуға жеткен жоқпыз ғой. Не білмеймін, не үшін қыздар, ұлдар неге солай болады. Осы жаққа шықсақ, мысалыға даже стримнің әңгімесі, Алишер айттым ғой, не үшін бастадыңыз? Ол әңгімені Нұржанға сол керек болды ма? Ер бала қалай түсінеді? Менің ойымша, бұл ерегес емес. Мен де стримға негізі сол күні бірінші рет өмірімде кірдім. Не үшін кірдім? Себебі ол енді жаттап алатын болды. Егер де өзі стримға кіретін болса, мен де кіре алам деген сияқты. Егер де оған сол кезде неприятно болды ғой, енді ол ондай нәрсені жасамайды деген сияқты. Жоқ, соны айтайын деп жатқаным ғой. Ол әңгімені осы жерде қазбаламасаңыздар, бізде тәтті әңгіме қазір шығушы еді. Жоқ, Ақерке, былай ғой, мына жерде айта салайыншы. Мына жерде енді сіздер ортаға келіп отырсыздар, әрине. Бірақ сіздерде бәрі айтылады. Сіздердің отношенияларыңыз осы жерде басталды ма? Значит, осы жерде біз не көрдік, не естідік, сіздердің отношенияларыңыз бәрі осы жерде ашық айтылсын деген ниетпен біз осы жерде бәрін айтамыз. Ал енді Нұржанға келетін болсақ, бағана Барс айтып отыр ғой, неге сен шынымен де ашуланып отырсың деген сияқты. Мен ойлаймын, кез келген ер азаматтың намысына тиетін сөздер болса, намыстанады деген сияқты. Бағана Ақеркенің де пікірінде бір айтыла кетті да, сен сол каблук болуға лайықтысың деген сияқты. Сонда Ақеркеге айтқым келіп отыр да, сен де мияқта өзің жігітіңді каблук қылғың келді, бірақ каблук болмады. Сонда ол да сондай каблук болуға лайықты болып отыр ма? Сонда сен үшін ол жігітің сол нәрсеге лайықты деп сен санадың ғой, значит. Иә, Айгүл, каблук болуға лайықты болатын жігіттер де болады, лайықты болмайтын жігіттер де болады. Әрекеттеріне байланысты бөлінеді бұл жерде. Енді өзің де білмеймін, енді екі жігіттің қайсысы каблук болады, сонымен бірге болайын деп жүрген қыз ретінде пікір айтып отырған шығарсың енді бұл жерде. Бірақ енді мен жалпы ешқашан өзімнің қасымда әлсіз еркекті қаламағанмын, қаламаймын да. Сержанмен арамызда ешқашан Сержан Ақеркенің жаңағы каблугі болып кетті екен-ау деген әңгіме даже обсуждацияда етілмеген. Ол әңгімеден біраз момент Нұржан екеуміздің конфликтімізден уже біраз уақыттар өтіп кетті. Сен неғып оны қайтадан бастап Нұржанды якобы қолдап отырған адам сияқты отырғаныңды мен по факту түсіндіріп бердім. Нұржан маған атылғаннан кейін негізі менің пікірім ол болған жоқ еді. Нұржан каблук емес деп менің айтқым келіп отыр еді. Бірақ қайталаймын, өткен сен түсінбегенсің, сен бәрі әңгімені басынан бастап отырсың. Сондықтан мен өзімнің айтқым келген пікірімді айттым. Оны Сержанға, басқасына, 12 жыл бұрынғы әңгімелерге жабыстырып қосып қажет емес, өзің өміріңмен айналып жүре берсең. Иә, былай айтып отырсың ғой, енді мен қасымда әлсіз жігітті таңдамаймын деп. Вот именно ол кісі әлсіз болмағаннан кейін сен енді отказ беріп отырсың ғой жарты жолда. Мен отказ бердім ба? Екіншіден бағана айтып отырсың, Нұржан өзі атылғаннан кейін Нұржан саған по факту ештеңе айтқан жоқ. Ол жай ғана тұра тұршы, мен сөйлейін деді, болды. Ал сен оның адресіне қарай уже личностьқа кетіп, сен сол адам каблук болуға лайықтысың деп. Сен сонда жігітті қалай бөлесің? Мынау каблук болуға лайықты, мынау лайықсыз деп. Қай іс-әрекетіне қарап бөлесің? Сен қалай бөлесің? Ақшасы бар деп бөлесің ба, или хайп больше келеді деп бөлесің? Давай Ақерке енді өзін олай маған қарай бұрып керек емес, мен саған сұрақ қойып отырмын. Мен айтып алайын, бірінші сен айттың, сен соған лайықтысың деп мен саған сұрақ қойып тұрмын. Сен жігітті қалай бөлесің сонда? Сен соған лайықтысың, қай іс-әрекетіне қарап бөліп отырсың? Айгүл, мен басында айттым ғой қалай бөлетінімді. Әрекеттеріне байланысты болады ғой, бір қыз баласын тыңдағысы келіп қалатын, бір кішкене қыз баласынан әлсіздеу жігіттер болып қалады, бүкіл айтқанын істейтін. Мен солай бөлем. Әлсіздеу жігіттерді каблук бола берсін деп бөлем да, бірақ мен қасында ешқашан әлсіз жігіт болмаған деп айтып отырмын. Ал саған енді встречный сұрақ. Сен қалай бөлесің? Ақшасы көп деп бөлесің ба, больше хайп береді деп бөлесің ба? Ондай енді мен ортаға шыққан кезде мен арамда ондай болмаған. Біреудің ақшасы бар, болмаса ақшасы жоқ деген сияқты. Сол үшін теманы ауыстырып керек емес деп ойлаймын. Болды, Айгүл. Бұл жерде мистер Сабыр. Мен айтқым келетінім, Нұржан, четкий отыршы. Отыршы осы айтқанда. Четкий. Четкий отыр деп мына кісі айтпай қойса. Тұратшы. Басын қай тасқа ұрарын білмей жүрген адамдар четкий отыр деп айтқан екен сәл-пәл. Қазір мен саған бір зат айтқым келеді. Ақыл, сен үлкенмін ғой. Мысалы, жұртқа комплимент айтқың келе ма? Айт. Әзілдескің келе ма? Әзілдес. Өзіңмен өзің бол. Ақерке, мен сені білем. Мен сенімен стримға кергенде жақсы жаттар жазамын. Білесің ғой? Всегда на позитиве. Дұрыс па? Иә, брат, өзін жоғалтпаш. Негізі сен де қыздардың арманысың. Оны Ақерке түсінеді. Ақерке просто андайда сен бүйтіп қалады, ренжіп қалады деген сайын сен андай өзін жоғалтып жатсың. Четкий отыршы, сен қалайсың эфирден тыс. Солай болу керек. Мен де қазір мысалы күшті жүрмін. жігіттер бір-бірін түсініп жатыр деген сөз да просто. Кім мынау? Тыныш отыршы.
мен сөйлеп жатырмын. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін кім өзін жоғалтып жүр.